Қазіргі таңда қоғамда көптеген мамандықтарға байланысты династиялар көп. Алайда олардың ішіндегі ең ерекше орын алатыны ол ұстаздар династиясы. Себебі кез келген династия ұстаздар династиясынан тәрбие алған. Бұл ақиқат. Сол себепті қазіргі таңда ұстаздарды оқытуға және олардың әлеуметтік статусының жоғарылауына қоғам болып атсалысуымыз керек. Еңбек ырыстың бұлағы, еңбек бақыттың шырағы деген қанатты сөз бүгінде Тәшиевтер ұстаздар династиясының бастыранына айналған. Тәшиевтер ұстаздар династиясы үш ұрпақ педагогика саласында қызмет еткен ұстаздар бірлестігі. Мен Сара Қасымқанқызы 1975 жылдан Тасашы орта мектебінде ұстаздық қызметті бастадым. Осы жылдар ішінде оқу ісінің меңгерушісі қызметін атқардым. Сонымен бірге мектеп директорлық жұмыстарын атқарып келдім. Бір мектепте 42 жыл табан аудармай жұмыс жасадым. 2017 жылы Райымбек ауданының құрметті азаматы деген атақ алдым. Жалпы мен өзімде бала-шағама ұстаздық қызмет деген өте жақсы, соны атқарыңдар деген тілеулерді айтып отырған болатынмын. Қазір осы балаларым бәрі ұстаздық қызметте жұмыс жасап жүр. Сара Қасымқанқызын 1986 жылдан бастап осы жерге қызметке келуден бастап білемін. Сонысында оқу тәрбиелік жұмыстарында үлгілі ұстаз ретінде көрініп келді. Ал қызымыз енді қазір пенсияда еңбек демалысында жұмыстарына белсене араласып келеді. Өзінің қызметі белгілі, мектептерге жастар, кейінгі жастарды тәрбиелеп келе жатыр. Еңбегі зор. Ауданымыздың сол сияқты ауылымыздың абыройлы анасы. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар. Біздің отбасымыз барлығы ұстаздар династиясынан. Менің ең үлкен әпкем Сара Қасымқанқызы. Қазақстанның озық қызметкері. Мен қазір Алматы облысы тілдер дамыту жөніндегі басқармасының тілдер дамыту жөніндегі бөлімінің басшысы қызметін атқарудамын. Бүгінгі осы шарада қатысып отырған Эльвира Айтжанқызы осынан көргенін, білгенін, кейін өмір жолдарын осы ұстаздық жолына арнады. Сондықтан барлықтарыңызға мынау жақсылық, береке, бірлік, ынтымақ тілеймін. Өзіне құдіреті шексіз, табиғаты немесе өзі туылған қоғам берген өз кәсібі бар. Өмірдің белгілі бір кезеңінде барлық адамдар мамандық таңдау алдында тұрады екен. Осы сәтте өзіңізді, жүрегіңізді тыңдау, тартымдылықты сезіну және болашақта бүкіл өмірдің көп бөлігін құрайтын іске деген сенімді сезіну маңызды. Мұғалім мамандығын таңдауда ата-анамның берген ақылын, ойларын тыңдап, мұғалім мамандығын таңдауды шештім. Кезінде алдымда дәріс тыңдап, шәкірт атанған, ал қазіргі кезеңде әріптес болып жүрген Эльвира Айтжанқызы жайлы болмақ. Жалпы өзінің әріптестерінің ортасында, студенттерінің арасында, жалпы әулетінде, отбасында өзін жайлы, өзін бақытты сезінуі, оның бойындағы жақсы қасиеттерінен, жүрегіне ұялаған жақсы қасиеттерінен деп ойлаймын. Жақсы көретін, қамқорлық жасайтын, жақсылық пен бақыт тілейтін адамдар. Отбасында біз қарым-қатынас жасауды үйренеміз, қоғамдық моральдық нормаларды түзейміз. Әрине, бала бұл отбасы мүшесі. Оның өз міндеті, адал ниетпен орындауы бұл зор қуаныш. Отбасында бала еңбегіне артық салмақ түсірмей, парасатты ұйымдастырғанды жөн санаймыз. Үйге берілген оқу тапсырмаларын үнемі орындап отыруға бақылау жасап, көмектесіп, балаларды өз бетімен жұмыс жасауды білуге үйретудеміз. Отбасында біз махаббатты, қамқорлық пен құрметті, жауапкершілікті үйренеміз. Адам баласы ұрпағымен бақытты, адал қызмет етіп, шәкірттерінің сүйікті ұстазы бола білген Тәшиевтер отбасы орташа есеппен алғанда 10 мыңнан астам баланың білім алуына өз үлестерін қосты. Олар қазір әртүрлі мамандық иегерлері, өз істерінің шебері болып отыр. Династия еңбегінен тәрбиеленіп шыққан балалар 100-ден аса отбасы құрып, мыңдаған баланың ата-анасы атанып отыр. Бұл ұстаздық еңбектің ең басты жемісі. Хобби адамның өмірін жарқын және қызықты етеді. Жағымды кәсіп күнделікті өмірдің монотондығынан алшақтатады. Қиын өмірдің жағдайларын үнемдейді, кәсіптің құралына айналады. Хобби адамды жаңа қырынан ашады. Әрбір адамның қандай да бір хоббиі бар. Барлығымыздың хоббиіміздегі үйлесімділік түстерге көңіл бөлудеміз. Түс адамның жан дүниесінің күйі. Көрерменді баурап алатын да осы тұсы.
яғни суретшінің туындысы да, шебердің өнері мен сән әлемі де біздің ішкі күйзелістеріміздің ырғағымен тілдесіп, ғажап туындылардың шығуына әсер етеді. Педагогика ғылымдарының негізін салған Жүсіпбек Аймауытов: ізденсе, талаптанса, қолдан жасалмайтын шарт жоқ. Бұл жолдарды мен үнемі жадымда ұстаймын. Ұстаздық ұрпаққа білім, ұлтқа қызмет. Жолға аяқ басқан сәттен өмірлік ұстанымыма айналдырдым десем де артық болмас. Бұл күнде атауы номері 1 Алматы Қазақ гуманитарлық педагогикалық колледжі деп өзгергені болмаса, сол бұрынғы білім ордасында жұмысымды жалғастырып келемін. Колледж қабырғасында да қалалық, республикалық өткізіліп жүрген жарыстар мен конференцияларға, тренинг пен коучингтерге студенттерді дайындап, жеңіске жетіп марапат алып жүрмін. Не өзің болмаса шәкірттің марапатқа ие болса, еңбегің ескеріліп, еленіп жатса, қанаттанып жұмыстануға шабыттанасың. Династия ұстаздарының орташа жас мөлшері 42 жасты құрайды. Династияның ең тәжірибелі ұстазының еңбек өтілі 42 жыл болса, ең жас ұстаз немересі Төлғожаева Аружан Қайнарқызы, музыкалық білім беру мекемесінің оқытушысы, эстрадалық ән салу әртісі 3 жыл ұстаздық қызмет етуде. Тәшиевтер династиясының жалғаушылары заманауи мұғалімге және оның табысты формуласына айналуда. Оның көрсеткішін біз табысқа жету формуласына салып отырмыз. X-іміз үнсіздік, Y-іміз жұмыс, Z бұл жауапкершілік. Бұны қалай түсінуге болады? Бізге тәлім берген әрбір ұстазымыз және қаншама шәкіртке білім ұялатқан анамыздың үлгісі деп ойлаймыз. Ауқымы кең жұмыстың сапалы жүруіне жауапкершілігімізді арттыру, өз пәнін білу және сабаққа сапалы дайындалу, әрбір балаға деген сүйіспеншілік, оның таланты мен қабілетіне сену. Сөзімнің соңын ұлы қолбасшы Александр Суворовтың мойынсыну, жаттығу, тәртіп, тазалық, денсаулық, ұқыптылық, көңілділік, батылдық, бұның бәрі жеңіс деп санаймыз.